Келесі 237 есебіміз сандарына ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселігін табыңыздар еді. Біріншісі ең үлкен ортақ бөлгіш 4 және 10 санына тең деп жазып қоямыз. Ең кіші ортақ еселік 4 және 10 сандарына тең. Енді көбейткіштерге жіктеп алайық. 4 санын көбейткіштерге жіксек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 2, 1 болады екен. Ал 10 санын жіктейтін болсақ, 2-ге бөлінеді 5, 5-ті 5-ге бөлеміз, ол 1-ге тең болады. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз екеуінде де бар санын аламыз. Ол бізде 2-ге тең болады. Ал ең кіші ортақ еселік дегеніміз дәрежесінің үлкенін аламыз. Екеуінде де бар сан, бірақ дәреженің үлкені ол бізде 2-нің екінші дәрежесі және 5-ті аламыз. Сонда 4, 4-ке 5-ті көбейтсек 20-ға тең болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Ең үлкен ортақ бөлгіш 6 және 14 санына тең. Ең кіші ортақ еселік 6 және 14 санына тең дейміз. Көбейткіштерге жіктеп алайық. 6-ға жіктейтін болсақ 2-ге бөлінеді 3, 3-ті 3-ге бөлсек 1. Ал 14 санын жіктейтін болсақ 2, 7, 7 7-ге бөлінеді 1. Ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз екеуінде де бар санын аламыз. Ол бізде 2. Ал ең кіші ортақ еселік дегеніміз бар санның ең дәрежесінің үлкен. Ол бізде 1, 3, 7. Тең. Көбейтетін болсақ 6, 6-ны 7-ге көбейтсек 42-ге тең болады екен. Келесі үшінші есебін шығарайық. Үшінші есебінде 8 және 12 санына ең үлкен ортақ бөлгіш 8 және 12 санына тең. Ең кіші ортақ еселік 8 және 12 санына тең. 8 санын жіктейік. 2, 4, 2, 2, 1 болады. Сонда 2-нің үшінші дәрежесі болып тұр ғой. Ал 12 санын жіктейтін болсақ 2, 6, 2, 3, 3, 1. Енді ең үлкен ортақ бөлгішке сонда 2-нің екінші дәрежесін аламыз. Бұл бізде 4-ке тең болады екен. Ал ең кіші ортақ еселік дегеніміз 2-нің үшінші дәрежесі көбейтілген 3-ті аламыз. Сонда 8, 8-ді 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 24-ке тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісінде бізде 15 пен 18 санына ең үлкен ортақ бөлгіш 15 пен 18 санына. Ең кіші ортақ еселік 15 пен 18 санына тең деп алайық та көбейткіштерге жіктейміз. 15 санын жіктейтін болсақ, ол бізде 3-ке бөлінеді 5, 5, 5-ге бөлінеді 1 болады. Енді 18 санын жіктейтін болса, ол 2-ге бөлінеді 9, 9, 3-ге бөлінеді 3, 3-ге бөлінеді 1. Енді ол ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз екеуінде бар сан, ол бізде 3-ге тең болады. Ал ең кіші ортақ еселік 15 көбейтілген 18 болады. Сонда 90-ға тең екен. Келесі 5-ші есебіміз ең үлкен ортақ бөлгіш 20 мен 24 санына. Ең кіші ортақ еселік 20 мен 24 санына тең. Көбейткіштерге жіктеп алайық. 20 санын жіктейік. Ол бізде 2-ге бөлінеді 10, 10-ды 2-ге бөлейік 5, 5-ті 5-ге бөлейік 1 екен. Ал 24 санын жіктейтін болсақ, 2-ге бөлейік 10, 2, 2-ге бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-ті 3-ге бөлейік 1. Сонда бізде ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз 2-нің екінші дәрежесі болады. Сонда 4-ке тең болады екен. Ал ең кіші ортақ еселігіміз 2-нің
3-ші дәреже 8 көбейтілген 5 көбейтілген 3 болады екен. Көбейтіндісі 40, 40-ты 3-ке көбейтетін болсақ 120-ға тең екен. Келесі 6-шы есебін шығарайық. Ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 26 саны мен 39 санына тең. Ең кіші ортақ еселік 26 және 39 санына тең. Көбеткіштерге жіктеп алайық. 26 санын 2-ке бөлсек 13, 13-ті 13-ке бөлсек 1 болады. Енді 39 санын жіктеп алайық. Ол бізде 3-ке бөлінеді. 13 болады. 13-ті 13-ке бөлсек 1 болады. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіш екеуінде де бар сан 13 болады. Ал ең кіші ортақ еселік 2 көбейтілген 13 көбейтілген 3 болады. Сонда көбейтіндісі 39, 39-ды 2-ке көбейтетін болсаң, 78-ге тең болады екен. Келесі 238 есебін шығарайық. Мектеп асханасында кезекшілік дайындау үшін әр топта қыз балалар саны мен ер балалардың саны бірдей болатындай етіп, 27 қыздан және 48 ер баладан топтар құру керек. Осындай топтардың ең үлкен саны қандай болады дейді. Ол үшін ең үлкен ортақ бөлгіш табамыз 27 және 48 санына. Сонда 27 санын жіктейік. Ол бізде 3-ке бөлінеді. 9, 9-ға 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 болады. 3-ті 3-ке бөлейік, ол 1-ге тең болады. Енді 48 санын жіктейік. 48 санын 2-ке бөлінеді. 24, 24 2-ке бөлінеді. 12, 12 2-ке бөлінеді. 6, ал 6-ны 2-ке бөлсек 3. Ал 3-ті 3-ке бөлсек 1-ге тең болады. Енді екеуінде де бар санды аламыз. Ол бізде 3 және дәрежесінің ең кішісін аламыз. Сонда 3-ке тең болады. Сонда 3 топқа бөлуге болады екен. Яғни қыздар саны мен ұлдар саны бірдей болатындай 3 топқа бөлуге болады. Келесі 239 есебіміз Асқат 50 теңгеге марка. 50 теңгеге марка алды. 120 теңгеге бояу. Және 100 теңгеге ойын билеті. Билет деп жазам. Енді ол марканы 70 теңгеге сатқан. 70 теңгеге сатса, 70 теңгеге сатты деп жазайын. Сонда 20 теңге пайда көрді, және бояуды 110 теңгеге сатыпты. $120 теңгеге алған затты ол 110 теңгеге сатты. Сонда 10 теңге арзан сатқан. Одан кейін 10 билетін 130 теңгеге сатыпты. 130 теңгеге сатты. Енді бұл жерде 30 теңге пайда болған. Енді пайда дегеніміз плюс болады, арзан дегеніміз минус болады, пайда дегеніміз плюс болады екен. Келесі 240 есебіміз ең үлкен ортақ бөлгіш 20 және 48 санына тең. 20 санын жіктейік. 20 саны ол бізде 2-ке бөлінеді. 10 саны 2-ке бөлінеді. 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1-ге тең екен. Енді 48 санын жіктеп жазайық. 48 санын 2-ке бөлінеді. 24, 24-ті 2-ке бөлейік. 12, 12-ні 2-ке бөлсек 6, 6-ны 2-ке бөлейік. Ол 3 болады. 3-ті 3-ке бөлейік, 1 болады.
Енді қараңыздар, бұл жерде 20 саны дегеніміз 2-нің екінші дәрежесі. Ал 48 саны да 2-нің төртінші дәрежесі. Яғни дәрежесінің кішісін аламыз. Сонда 2-нің екінші дәрежесі. 5 саны 48-де жоқ, 3 саны 20-да жоқ. Сондықтан да 2-нің екінші дәрежесін ғана аламыз. Ол бізде 4-ке тең болады. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіш 20 және 48 санына 4 болады екен. Енді келесі ең үлкен ортақ бөлгіш 28 және 48 санын алайық. 40 санын алайық. 28 санын жіктейік. Ол бізде 2-ге бөлінеді. 14. 14 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек 7, 7 және 1 болады екен. Енді 40 санын жіктейік. 40 санын 2-ге бөлінеді. 20. 20-ны 2-ге бөлсек 10. 10-ды 2-ге бөлсек 5. 5-ті 5-ге бөлетін болсақ 1-ге тең екен. Енді қараңыздар, 2-нің екінші дәрежесі 2-нің үшінші дәрежесі. Бізде ең кішісін аламыз, сонда 2-нің екінші дәрежесі болады. 7 жоқ, ала алмаймыз, 5 мына жақта жоқ, ала алмаймыз. Сондықтан да 4-ке тең болады. Сонда 2 санның ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ке тең болады. Сондықтан да екеуі бір-біріне тең екен. Себебі бізде шартта айтты ғой, 2 ортақ бөлгішті салыстырыңыздар деп. Екеуі бір-біріне тең екен.